Сиқырлы жүзік ертегісі. Бір кедей күні бойы жұмыс істеп қатты шаршайды. Бір арша ағашын әрең кесіп жерге құлатқанда, жоғарғы жағынан 2 жұмыртқа домалап түседі де жарылып қалады. Біріншісінен бүркіттің балапаны шығады да, лезде өсіп, адам бойымен бірдей болады. Екінші жұмыртқа жарылып, одан алтын жүзік шығады. Бүркіт қанатын қағып-қағып қалады да кедейге: «Ей адам ұлы, сен мені құтқардың. Мен саған мынау алтын жүзікті сыйлаймын. Бұл сиқырлы жүзік. Бірақ жүзіктен өміріңде бір-ақ тілек тілейсің. Тілегің орындалған соң, жүзігің сиқырын жоғалтып, жай жүзікке айналады. Сондықтан тілегіңді айтпастан бұрын жақсылап ойлан. Әйтпесе кейін өкініп жүресің», дейді. Осыны айтып, бүркіт ұшып кетеді. Екінші қуаныштан жүрегі жарылардай боп үйіне қайтады. Жолда зергердің дүкеніне соғып, зергерден өз қолындағы жүзіктің қанша тұратынын сұрайды. Зергер: «2 алтындай болатын шығар», дейді. Кедей қарқылдап күліп жіберіп, бұл жүзіктің сиқырлы екенін, оған ешбір баға жетпейтінін айтады. Зергер қара жүректі арам адам еді. Ол кедейді қояр да қоймай қонаққа шақырады. Үйінде ұйықтап жатқан жерінде егіншінің жүзігін ұрлап алып, соған ұқсас жай жүзікті салып қояды. Келесі күні кедей байғұс жөніне кетеді. Зергер есік терезесін мықтап бекітіп алып: «100 000 алтыным болса», деуі мұң екен. Үстіне алтындар жауа бастайды. Зергер жан таласып, арлы-берлі қаша бастайды. Бірақ есікті аша алмайды. Дүние қоңыз зергер алтынға көміліп өледі. Алтындарын көршілері бөлісіп алады. Ал қайырымды егінші болса, әйеліне жүзікті көрсетіп: «Аллах бізге рахметті. Енді қалаған тілегіміз орындалады», дейді. Әйелі: «Біз жер тілейік. Егістікке жер жетпей жүр ғой», дейді. «Жоқ, 1 жыл тырмысып еңбек етсек, жерді өзіміз-ақ сатып аламыз», дейді күйеуі. Сол жылы өнімдері мол болып, жер сатып алады. Егіншінің әйелі: «Енді жүзіктен ат пен сиыр тілейік», дейді. «Соны да жүзіктен сұраймыз ба? Тағы 1 жыл ерінбей еңбек етсек, оған да қол жеткіземіз», дейді кедей. Келесі жылы ат пен сиыр сатып алады. Әйелі тағы да: «Бұрын сен Аллах тағалаға жалбарынып тілек етуші едің. Аллах тілегіңді берді. Қазір патша боламын, зәулім сарайда тұрамын десең де, бәрі қолыңда. Шаршап шалдығып жүргенше рахатқа батып тыныш отырмайсың ба?» дейді. Сонда егінші тұрып: «Біз әлі жаспыз, өміріміз алда. Аллахқа шүкір, бізде қазір бәрі бар. Жүзіктен бір тілек сұрасақ, сиқырын жоғалтады. Алдымызда қиын жағдайлар тап болмайтынына кім куә? Бізді қандай сынақтар күтіп тұрғанын қайдан білеміз?» дейді. Ерлі зайыптылардың арасындағы келіспеушілік осымен бітеді. Кедейдің қоймалары жыл сайын астыққа толып, бақытты да бай қуатты отбасының біріне айналады. Жылдар зулап өтіп жатады. Адал еңбекпен өмір сүрген егінші де өмірден өтеді. Жерлейтін кезде немерелерінің бірі қолындағы жүзікті шешіп алмақшы болады. Екіншісі оған қарсы болып: «Атамыз өмір бойы бұл жүзікті қатты қадірледі. Өзі үшін аса қымбат ескерткіш болса керек. Өзімен бірге кеткені дұрыс болар», дейді. Осылай үйге бақыт пен байлық әкелген жай жүзік егіншімен бірге көміледі.